Сәлеметсіздер ме? Менің каналыма қош келдіңіздер. Балалар, суреттен не байқап тұрсыңдар? Суретте қандай құбылысты байқадыңдар? Өте дұрыс айтасыңдар, балалар. Сіркіреп тұрған жауын шашынды көріп тұрмыз, я? Олай болса, бүгінгі біздің жаңа тақырыбымыз атмосфералық жауын шашын. Бұлттан жер бетіне түсетін сұйық немесе қатты күйіндегі ылғалды біз атмосфералық жауын шашын деп атаймыз. Бұлттан жауатын атмосфералық жауын шашын түрлеріне жаңбыр, қар және бұршақ жатады. Атмосфералық жауын шашын жер бетіне атмосферадан жаңбыр, қар, қиыршық, бұршақ түрінде түсетін суды атаймыз. Табиғат құбылыстары тылсым дүние. Олай аталуының себебі әуелі аспан торланып, найзағай ойнап, артынан күн күркіреп жауын жауады. Сәл уақыт өткеннен кейін аспанымыз шайдай ашылып, 7 түрлі түске боялып, кемпірқосақ шығады. Ал енді балалар, сергіту сәті. Көз жаттығуларын жасайық. Сабақты қорытындылай келе, бұлттардан жауатын атмосфералық жауын шашынның түрлеріне мұз, қырау, қылау, қар, бұршақ, шық және тағы да басқа жауынның түрлерін жатқызамыз. Сендерге сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Олай болса, тапсырманы орындайық. Тапсырманың шарты: суретте көрсетілген қолшатырдың суретін салып, түрлі түске бояйық. Сабақты тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Менің каналыма тіркеліп, өз пікірлеріңізді жазып, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.